Баршаңызға сәлем. Бүгінгі видеода сіздермен өте дәмді, керемет болып шығатын жаппасай тағамын бірге дайындаймыз. Ең алдымен бірінші қамырды дайындаймыз. Ол үшін суымызға бір шай қасық тұзды араластырып, одан кейін бір жұмыртқамызды жарып, суды аз мөлшерде құйып отырып, қатты қамыр илейміз. Содан кейін көкөністеріміз бен етімізді кубиктап турап аламыз. Бүгінгі тамаққа мен тауық етін қолдандым. Сол себепті бірінші пиязды қуырып алайын деп шештім. Пияз осылай сарғайғанша, қызарғанша қуырып аламыз. Одан кейін тауық етімізді салып, тағы да 5-10 минут қуырып аламыз. Міне осылай қуырылғаннан кейін үстіне сәбізімізді де салып, тағы да 5 минут қуырамыз. Кейін дәміне қарай тұз, бұрыш, дәмдеуіш қосып жақсылап араластырыламыз. Кейін картопымызды салып, жақсылап араластырып, тағы да 5 минут қуырып аламыз. Одан кейін салқын су құямыз. Суды қатты толтырып құюдың қажеті жоқ. Картоптың бетін жабатындай ету құйса жеткілікті. Содан соң қамырымызды өте жұқа етіп жайып аламыз. Оның үстіне сұйық майымызды құйып жағамыз. Ары қарай видеодағыдай қамырымызды 4 бұрыш етіп тураймыз. Суымыз қайнады. Қамырымыздың май жағын астына қарай қаратып, бірінің үстіне бәрін қойып шығамыз. Одан кейін отымыздың астын баяулатып, қақпағын жауып 30 минутқа пісіреміз. Міне осылай піскен қамырымызды тәрелкеміздің шетіне айналдырып қойып шығамыз. Қойып болғаннан кейін ортасына осылай көкөністерімізді салып аламыз. Одан кейін қалауларыңыз бойынша укроп, петрушка себуге болады. Міне тамағымыз дайын. Келесі видеоны жіберіп алмас үшін маған тіркеліп, лайк басып, коммент қалдыруды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше.